Күшті. Деп бәрін жеп қойған ба? Ешандай ғой. Салбырап қалмайды ғой. Андай ненің өзіне пісірсең салбырап қалады ғой. Біраздан кейін пішіп болып. Суығындары. Ал енді қыздар, қытырлақ картошка фриімізді дайындайық. Ол үшін өзіңізге қажетті мөлшерде картошкаларыңызды алып аласыз. Кафелерде қалай жеп жүрсіз, ұзындығын, қалыңдығын, сол сияқты кесесіздер. Мейлінше жұқа және жіңішке етіп кесіңіздер. Сол кезде картошкаларыңыз қытырлап жақсы тез пісетін болады. Ал егер қалың қылып, жуан қылып кесетін болсаңыздар, ол кезде сіздердің картошкаларыңыз майға қуырылған кезде картошка тамақ болып кетеді. Сол үшін жіңішке және жұқа етіп кесесіздер. Барлығын кесіп аласыздар. Мінекей болғаннан кейін осылай кесіп болған соң крахмалы шығуы үшін картошканың үстіне салқын суды құясыздар. Салқын суымызды құйғаннан кейін ол 30 минут тұрады. 30 минуттан кейін барып суын төгіп тастайсыздар. Егер оған шыдамай 30 минут көп, менде ұзақ дейтін болсаңыздар, 15-20 минуттың өзі жеткілікті. Осылай картошканы турап болғаннан кейін қазаныңызға суды қойып қоясыз. Салқын суды құясыз. Ол қайнаймын дегенше сізде сол 15-20 минут уақытыңыз өтеді. Одан кейін суы төгілген картошкамызды саламыз, үстіне дәміне қарай тұзымызды саламыз. Енді ең бастысы картошканы 3 минут қана пісіресіз. Қыздар, соткаларыңызды қойып қойыңыздар қастарыңызға, кәдімгідей уақытқа қарап пісіріңіздер. Өйткені ол қатты пісіп кетсе, езіліп кетеді картошкаларыңыз. Сол кезде сіздерге фриді жасау ыңғайсыз болады. Картошка тез суы үшін салқын суға осылай бір салып аласыздар. Одан кейін картошкамызды кептіріп аламыз, су болып тұрмасын, және осындай бір пакетке немесе бір ыдысқа алып, кукуруз крахмалымен жақсылап араластырасыздар. Осылай араластырып жатқан кезде табамызға сұйық майымызды құйып, қыздырып аласыздар, қатты қызуы керек. Сосын фриімізді салып, қызыл етіп қуырып аласыздар. Мінекей мен екі түрлі қылып істедім. Мендегі мынау картошканың жай өзін ғана пісірдім, крахмал қоспай, ол майысып жатыр. Ал картошкаға крахмал қосылған картошка мінекей тық еткізіп, андай үзіліп кетеді. Жаңағындай майысы былжырап тұрмайды. Сол үшін сіздер де жасап көріңіздер. Мен қазір осы видеоның соңында жеп көрсететін боламын. Келесі видеоларда кездескенше каналыма тіркелуді ұмытпа.